Ассаламу алейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін дауысым өзгеріп кетті. IT әлем каналына жазылыңыздар және лайк басыңыздар. Мен қуанып қалам. Ассалаумағалейкум достар. Бұл менің дауысым емес еді. Бұл сөздер синтездеу технологиясы бойынша жазылған жоба. Жоба авторлары Назарбаев университетінің ақылды жүйелер және жасанды интеллект институты. Жоба жазылған мәтінді дыбыстық сигналға түрлендіре алады. Бұл технология қазақша дыбыстауды қажет ететін интерактивті виртуалды ассистенттер, навигациялық жүйелер, хабарлау жүйелері және тағы басқа көптеген қосымшаларға пайдалануға болады. Дерекқорда екі кәсіпқой спикердің оқыған 90 сағаттан астам аудионы қамтитын жоғары сапалы тегін базасы бар. Енді бізде де болашақта Siri немесе Яндекс Алиса сияқты өзіміздің виртуалды ассистенттер пайда болады. Егер сіз қазақ ТТС дерекқор базасын зерттеу үшін қолдансаңыз, төмендегі дәйек сөзді келтіруіңіз қажет. Жоба Creative Commons Attribution 4 халықаралық лицензиясы бойынша жұмыс істейді. Жобада жұмыс істеу үшін көрсетілген сілтемеге кіріп, спикерді таңдап, кириллицада мәтінді жазамыз. Соңында Get Audio батырмасын шертеміз. Бізге спикердің дауысын шығарып береді. Төменгі бөлікте GitHubқа программаның кодын көрсетсеңіз болады. GitHub проектіні Python және шет тілінде жазылғанын көрсетіп тұр. Керемет, өзіме де ұнады. Қазақ IT саласы дами берсін.